Кез келген араб шейхынан оның кімнен немесе неден көбірек қорқатынын сұрап көріңізші. Америкадан, Израильден, әлде экономиканың құлдырауынан ба? Жауап сізді таңғалдырады. Олардың басты қорқынышы Парсы шығанағындағы көршісі Иран. Неліктен бір Құранды оқитын елдер бірін-бірі жоюға дайындалу үшін миллиардтаған қаражатты зая кетіреді, ал араб әлемі Тегеранға нағыз қырғи қабақ соғыс жариялады? Мұның сыры мешіттерде емес, сарайларда жатыр. Монахтардың тәжінен айырып қалудан үрейленуі сенімнен әлдеқайда күштірек болып шықты. Ресми түрде қақтығыс 7-ші ғасырда Мұхаммед пайғамбардың мұрагерлері туралы даудан басталған. Сүнниттер, ал бұл бүгінде араб монархиялары және барлық мұсылмандардың 90% көшбасшыны сайлауды жөн көрді. Ал қазіргі таңда Иран басқарып отырған шииттер биліктің тек қан арқылы берілуін ғана мойындады. Бірақ ашығын айтайық, 21-ші ғасырда дін тек ыңғайлы пердеге айналды. Жауласудың нақты себебі бұл ықпал ету үшін қатыгез күрес және ескірген саяси өкпе-реніштер. Олардың мұндай өмірге қалай жеткенін бірге талдайық. Қайтымсыздікте 1979 жыл болды. Ол кезде Иранда ислам төңкерісі бұрқ ете түсті. Зайырлы шақты тақтан тайдырып, Аятолла Хомейни мен оның жақтастары көршілеріне қорқынышты ультиматум қойды. Ислам мен монархия бір-біріне қарама-қайшы. Тегеран мұсылмандарды ашық түрде көтеріліске шығып, өз корольдерін тақтан тайдыруға шақырды. Мұндай жаңалықтардан араб шейхтарының бойын суық тер басты. Жаңа Иран бір сәтте олардың физикалық тұрғыда аман қалуына қауіп төндірді. Өйткені төңкеріс ұшқыны олардың өздерінің шииттік қауымдастықтарына оңай тарап кетуі мүмкін еді. Және бұл үрейдің салмақты себептері болды. Демографияға көз жүгіртіңіз. Көршілес Бахрейнде шииттер халықтың 60%-нан астам құрайды, бірақ оларды сүнниттік династия басқарады. Бұл мінсіз оқ дәрі бөшкесі ғой. Сауд Арабиясында олар бар жоғы 10-15%-ды құрайды. Дегенмен Эр-Рияд үшін қорқынышты бір жайт бар. Олар басты Сауд мұнайы өндірілетін шығыс провинцияда тығыз орналасқан. Болған шииттердің шамамен 1/3 бөлігі тұратын Кувейтті, сондай-ақ Біріккен Араб Әмірліктері мен Йемендегі ірі диаспораларды қосыңыз. Араб монахтары бірден бәрін түсінді. Егер Тегеран бұл азшылықтарды көтеріліске бастаса, корольдер тек тұрақтылықтан ғана айырылып қоймайды. Олар мұнай мұнараларына бақылауды, ал онымен бірге билікті, байлықты және басқа да барлық нәрсені жоғалтады. Осы сәттен бастап өшпенділік деңгейі тек арта түсті. 1980 жылы Саддам Хусейн Иранға басып кіргенде, араб монахтары үшін бұл нағыз джекпот. Ислам төңкерісін бесінге тұншықтыру мүмкіндігі болды. Олар Ирак армиясына миллиардтаған қаржы құйды, бірақ бұл жоспар іске аспады. Тегеран төтеп берді, және бұл қанды қырғынды кім қаржыландырғанын мәңгі есте сақтады. Ал нағыз жарылыс 2011 жылы араб көктемі кезінде орын алды. Басты ұрыс даласы Сирия болды. Қақтығыстың мәнін түсіну үшін бір фактіні білу қажет. Сириялықтардың көпшілігі сүнниттер, бірақ оларды Алавит Башар Асад басқарады. Алавиттер бұл шиизмнің бір тармағы, сондықтан шииттік Иран үшін Асад режимі әрқашан басты артықшылық болды. Сириялық сүнниттер наразылыққа шыққанда Сауд Арабиясы мен Катар әрекет етуге шешім қабылдады. Олар Асадты тақтан тайдырып, Сирияны Иранның ықпалынан мәңгілікке жұлып алу үмітімен оппозицияны қару-жарақпен қамтамасыз ете бастады. Алайда Тегеран Дамаскіні беріп қойса, бүкіл таяу шығысты жоғалтатынын түсінді. Иран одақтасын құтқару үшін миллиардтаған доллар, элиталық арнайы жасақ пен мыңдаған содырларды тастап тәуекелге барды. Нәтижесінде Сирия аймақтық алыптар басқалардың қолмен соғысатын қатыгез прокси соғысқа айналды. Ал араб көшбасшылары Иранның енді қорғанбайтынын, оның өз елдерін геосаяси қысқышқа алып, шиит жартайын агрессивті түрде құрып жатқанын үреймен түсінді. Осылайша араб монархияларының ең жаман қорқынышы шындыққа айналды. Иран көршілерін геосаяси қысқышқа алып, шиит жартайын қалыптастыра бастады. Картаға көз жүгіртіңізші. Шығыста, Иракта, америкалықтардың кетуі мүмкін. Бақылауда Ираншыл күштер қолға алды. Солтүстікте Ливанда Тегеран мемлекет ішіндегі мағыз мемлекетке айналған, тісіне дейін қаруланған топ Хизболланы асыра көсірді. Бірақ ең қорлау соққы оңтүстіктен келді. Йеменде, дәл Сауд Арабиясының осал тұсында Иран хусит көтерілісшілерін қаруландырды. Арабтар үшін бұл экономикалық және репутациялық тозаққа айналды. Хуситтер арзан ирандық дрондармен Сауди Арамко мұнай алыптарымен Біріккен Араб Әмірліктерінің әуежайларына жүйелі түрде соққы беруде. Нәтижесінде ең бай монархиялар күнделікті шабуылдардың астында аман қалу үшін Патриот әуе шабуылына қарсы қорғанысының аса қымбат зымыран ұстағыштарына миллиардтаған долларды жағуға мәжбүр. Оған қоса хуситтер өмірлік маңызы бар сауда бағыттарын үзе отырып, Қызыл теңіздегі кеме қатынасын фалдануға ұшыратуда.
Ашық соғысқа бармайық, Иран басқаларының қолымен өз жауларын жанып тұрған қақпанға қамап тастады. Неліктен Иран өз айналасында мұндай агрессивті қорғаныс орнатты, және Америка Құрама Штаттармен және араб көршілермен ашық жауласуда? Тек радикалды дін туралы стереотиптерді ұмытыңыз. Нақты себеп мұнайда және арқадан жасалған қос соққының керең жарақатында жатыр. Біріншісін 1923 жылы батыс жасады. Иран премьері ұлттық мұнайды британдықтардан тартып алмақ болды. Бұған орталық барлау басқармасы қатаң мемлекеттік төңкеріспен жауап берді. Билікті лояльды шахқа қайтарды. Ол ресурстарды Америкаға берді, ал наразылық білдірушілерді құпия полицияға жеметті. Осылайша Америка Құрама Штаттары ирандықтар үшін мәңгілікке ұрылар мен диктатураның демеушілеріне айналды. Екінші соққы 1980 жылы көршілерден келді. Ол кезде Ирак төңкерістен әлсіреген Иранға кенеттен шабуыл жасады. Миллиондаған адамның өмірін қиған 8 жылдық қанды қасапхана басталды. Бұл тозақта Иран Саддам Хусейнді тек Америка, Құрама Штаттар мен Еуропа ғана емес, сонымен қатар шығанақтың бай араб монархиялары ақша мен қару-жараққа қалай жомарттықпен кенелтіп жатқанын үреймен көрді. Дәл сол кезде ирандықтар қатыгез сабақ алды. Олар дұшпандардың тұйық шеңберінде қалды және еш жерден көмек күте алмайды. Иранның бүкіл заманауи әскери доктринасы осы аурумен қаннан туындады. Осы жерде біз басты парадокспен бетпе-бет келеміз. Неліктен араб елдері кенеттен ақылға сыймайтын қадамға барып, өздерінің тарихи жауы Израильмен татуласа бастады? Жауап қарапайым, ортақ қорқыныш. Иран зымырандар мен ядролық бағдарламасы алдындағы үрей ондаған жылдар бойғы идеологиялық өшпенділіктен күштірек болып шықты. Араб монархиялары Америка Құрама Штаттарының сенімді әскери қолшатыр астында аман қалуға дағдыланған. Ал Тегеран үшін Америка бұл қас жау және үлкен шайтан. Саясаттың жауымның жауы менің досым деген мызымас ережесі мүлтіксіз жұмыс істеп, дәл көз алдыңызда таяу шығыс одақтарының бүкіл картасын қайта пішіп шықты. Сайып келгенде бүкіл таяу шығыс аман қалу үшін жүретін қатыгез шахмат партиясына айналды. Өткеннің қанды сабақтарын ұғынған Иран ең жақсы қорғаныс бұл өз көршілерінің шекараларында басқарылатын хаос құру деп шешті. Ал араб монархиялары өз байлығы мен статус-квосын сақтап қалу үшін ғана әуе шабуылына қарсы қорғаныстың кез келген жүйесін сатып алуға және тіпті тарихи қарсыластармен де одақ құруға дайын. Бұл паранойя мен суық есептің мінсіз дауылы. Мұнда достық пен сенім ұғымдары баяғыда жойылып, орнын ықпал ету үшін шексіз күреске босатып берген. Қалай ойлайсыз, бұл өзара өшпенділік қазанда күштердің суық теңгерімін сақтап қалу мүмкін бе, әлде үлкен соғыс сөзсіз бе? Міндетті түрде пікірлеріңізбен бөлесіңіздер, лайк басып, арнаға жазылыңыздар.